Армысыз YouTube көрермен, сіздермен халық емі арнасы. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін өздеріңізге алғыс айтудан шаршамаймыз. Тізеңіз қақсап, ауырып жүрген болса, бұл видео сізге арналады. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздердің каналда жаңа әрі пайдалы видеолар шығаруға шабыттандырады. Тізе ауруы жаста да, егделерде де кездеседі. Үлкен әже апаларымыз тіземнің көзі ауырады деп, қолын тізесінен алмай уқалап отыратын байқаймыз. Жалпы тізе неге ауырады? Тізе бір ғана себептен ауырмайды. Оның қақсап ауруына бірнеше жағдайлар себеп болады. Атап айтқанда, тоз байлану. Егер аяғыңыздың тізеден төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгендігін айқындайды. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем-домын жасаңыз. Артроз бен артрит. 50 жастан асқандарда осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді. Аяқтың буыннан қақсап, сырқырап ауруына келеді. Салдарынан жүріп тұру қиынға соғады. Сіңір зақымдалғанда. Қатты ұрып алсаңыз, немесе құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырады. Бұл сіңірдің зақымдалғанынан белгі береді. Тізе буындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда. Мұндай диагноз негізінен спортпен айналысатындарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді. Жарақат алғанда. Тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшық ет созылғанда тізе ауырады. Ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емделмесе, созылмалы ауруға ұласуы ықтимал. Тізенің ауырғанын үйде емдеуге бола ма? Жаныңызға батып, мазаңызды алып жүргенде бұл дерттен құтылу үшін мына кеңестерге назар аударыңыз. Бірінші кеңес, тізенің ауруына халықтық жолмен шипа табуға болады. Ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мл бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет. Дайындалу тәсілі: алдымен дәндерді бір ыдысқа саласыз. Оны блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтайсыз. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырасыз. Біркелкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты тоңазытқышта сақтау керек. Дайын болған емді қоспаны күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақтан алдын 1 ас қасықтан қабылдайсыз. 1 аптадан соң оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады. Сіңірдің ауырғаны жазылып, қуаттанады. Буынның жұмысы жақсарады. Зат алмасу реттеледі. Екінші кеңес. Фольга да өз кезегінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке ие. Ол үшін түнде ұйқыға жатар алдын тізеңізді фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орап, таңға дейін жатасыз. Осы әдісті ерінбей 3-4 күн бойы жасайтын болсаңыз, тізенің ауырғаны басылады. Үшінші кеңес. Егер тізеңіздің айналасы ісініп, ауыра бастаса, сарымсақ майының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, блендермен ұсақтаңыз. Үгіндіні 1 литрлік шыны банкіге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған марльмен сүзіп аласыз. Дайын болған сарымсақ майын тізеңіздің айналасына сіңдіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын тұстарына да жағуға болады. Біркелкі етіп жағып болған соң, сыртынан пленкамен орайсыз. Оның сыртынан жылы орамал байлау керек. Емді түнде жатар уақытта жүргізесіз. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет жасағаннан кейін ақ оң нәтижесін байқайсыз. Төртінші кеңес. Егер тізе ауруының себебі қабыну болса, зімбір маймен бұл ауырсынуды азайтуға болады. Тізе қақпағы және айналасына бірнеше тамшы зімбір майын тамызып жағыңыз. Айналмалы қозғалыстармен массаж жасап, майдың әсерін көрсетуін күтіңіз. Таза немесе ұнтақталған зімбір шайын қайнатып ішуге де болады. Немесе оны бал және зәйтүн майы сияқты ингредиенттермен араластыру арқылы да тұтынуға болады. Бесінші кеңес. Буынның қозғалу қабілеті ағзаға кальций мен натрийдің жетіспеушілігінен төмендейді. Ауырған буынды
балмен сылап, капустаның 3-ші қабатын жұмсартып, бал жағып, онымен буынды 3-4 сағатқа орап тастауға болады. Осы емдеу тәсілін 10 күн бойы жасау керек. Мынадай қоспа әзірлесеңіз болады. 50 грамм камфора майы, 100 грамм спирт, 50 грамм горчица, 100 грамм шикі жұмыртқаның ақуызы керек. Алдымен спиртке камфора майын араластырасыз. Оған горчица қосасыз. Ақуызды бөлек ыдыста жақсылап 1 келкі болғанша араластырып, сосын қосасыз. Бұл қоспамен күнделікті ұйқы алдында буынды сылайды. Құрметті YouTube көрермен, ақпарат пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта бұдан да пайдалы әрі қажетті видеоларды шығаратын боламын. Каналды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алыңыз. Сіздермен болған Халық емі арнасы. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.